Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар. Ағылшын тілін нөлден бастап үйрену 4-ші сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз ағылшын тілінде дәл қазіргі темада актуальны болып жатқан тақырыпты қозғайтын боламыз, яғни күнделікті өмірде қолданылатын basic words дейді ғой. Күнделікті өмірде қолданатын сөйлемдер мен сөздерді танысатын боламыз. Және бүгінгі сабақ өте қызықты болады, және де өте пайдалы болады. Соңына қарауларыңызға ұсыныс беремін. Көп сөзбен сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта айта кеткенімдей, күнделікті өмірде қолданатын сөздерді танысатын боламыз, және де оны қай кезде қалай қолданамыз, сонымен қатар аудармалардың барлығымен танысатын боламыз. Ал ендеше бастайық. Сайтта көріп тұрғандарыңыздай, мен қазақша сөйлемдермен ағылшынша сөйлемдер, яғни аудармалармен жазып қойдым. Ең алдымен қазақша оқиын. Сәлем, қалың қалай? Сенің есімің кім? Жасың қаншада? Сенде барлығы жақсы ма? Сенің хоббиң қандай? Яғни бұл жерде барлық сөздер күнделікті өмірде танысқан кезде немесе күнде қолданылатын сөздер. Ал ендеше мен ағылшыншасын оқиын. Hi, сәлем. Немесе hello деп алсаңыздар да болады, бірақ мен hi деп алғанды жөн көрдім. Hi, сәлем. How are you? Қалың қалай? How are you? Қалың қалай? What's your name? Сенің есімің кім? What's your name? Сенің есімің кім? How old are you? Жасың қаншада? How old are you? Жасың қаншада? Are you okay? Сенде барлығы жақсы ма? Are you okay? Сенде барлығы жақсы ма? What's your hobby? Сенің хоббиң қандай? What's your hobby? Сенің хоббиң қандай? Байқап тұрғандарыңыздай, бұл жерде барлығы сұраулы сөйлем. Сондықтан да произношениемде сұраулы сөйлем секілді етіп оқуға тырысып жатырмын. Егер де қателіктер болса, кешірім сұраймын. Яғни бұл жерде hi, сәлем, how are you, қалың қалай? What's your name? Сенің есімің кім? How old are you? Жасың қаншада? Are you okay? Сенде барлығы жақсы ма? What's your hobby? Сенің хоббиң қандай? Бұның барлығы бізде ағылшын тілінде күнделікті диалогта, күнделікті өмірде қолданылатын сөздер. Осы сөздерді жаттасаңыздар, сіздер мүмкін ағылшын тілінде еркін сөйлеудің бір сатысын бастайсыздар, еркін сөйлеп бастайсыздар. Айта кеткенімде, бүгінгі сабақта біз еще self-presentation, яғни өз-өзін таныстыруды өтетін боламыз. Self-presentation ол өз-өзін таныстыру. Сіз кімсіз, қай жерденсіз, қай жерде өмір сүресіз, қай жерде оқисыз, сіз жақсы көретін хоббиіңіз қандай, сіз не жақсы көресіз, осының барлығы about me деп, яғни self-presentation өз-өзіңізді таныстырасыз. Мысалы, сіз қандай да бір қоғамға барған кезде өзіңізді таныстырасыз ғой, дәл сол таныстырылымды қазір біз ағылшын тілінде талдайтын боламыз. Талдамас бұрын осы сөздерге тікелей назар аударуларыңызды өтінемін. Мысалы, сіз қандай да бір адаммен таныспас бұрын сұрайсыз, excuse me, how could you help me please? Кешіріңіз, маған көмектесе аласыз ба? Сіз мысалы көшеде кетіп бара жатқанда біреуге мысалы кешіріңіз, маған көмектесе аласыз ба деп қазақ тілінде сөйлейсіз, бірақ ағылшын тілінде американецтарда ондай емес. Сіз I'm sorry деп жүрсеңіз, сізге ешкім назар аудармайды. Өйткені I'm sorry деген мне жаль, как-то мне жаль деген аударманы білдіреді. Ал excuse me, кешіріңіз деп ол сөз уже сигнал беретін миға, маған назар аудар, мен көмек сұрап тұрмын деген сигналды береді миға американецтар. Сондықтан да біз әрдайым excuse me, could you help me please? Кешіріңіз, маған көмектесе аласыз ба деп сұраймыз. Осы сөздерді жаттауларыңызды өтінемін. Excuse me, кешіріңіз. Could you help me please? Маған көмектесе аласыз ба? May I ask you a question? Сізге сұрақ қоя аламын ба? Яғни сіз уже сол адамның назарын сіз өзіңізге аудартып алдыңыз, енді сіз сұрайсыз, сізге сұрақ қоя аламын ба деп. Мысалы, сіз қандай да бір бағытта сұрақ сұрайсыз. Қазір сағат қанша, бұл қалай аталады, әртүрлі, бұл қай көше дегендей, соның бір-екі мысал алдым. What time is it? Қазір сағат неше?
Excuse me, could you help me please? May I ask you a question? Деп уже ол адамның назарын өзіңізге аудартыңыз. Одан кейін сұрағыңызды қоясыз. What time is it? Қазір сағат қанша? Немесе неше? What do you call this thing in English? Бұл зат ағылшынша қалай аталады? Немесе бұл қай көше дегенде әртүрлі бағытта өзіңіздің негізгі сұрағыңызды қоясыз. Ең бастысы ол адамның назарын өзіңізге аудару. Әрине біз рахметімізді айтамыз, бізге көмектескен екен. Thank you. I really appreciate your help. Рахмет, сіздің көмегіңізді өте бағалаймын. Яғни рахмет, жай ғана thank you деп қойсаңыз да болады. Және де ол адам сізге you are welcome дегенде, оны дұрыс емес түсінбей қалмаңыздар. Ол мархабат, оқасы жоқ деген мағынаны білдіреді. Ең бастысы ешқашан біреудің назарын өзіңізге аударатын уақытта I'm sorry, кешіріңіз деген оймен бармаңыз. I'm sorry деген ол ағылшын тілінде как мне жаль деген мағынаны білдіреді. Сондықтан сізге ешкім өз назарын аудармайды. Тіпті біртүрлі көзқараспен өтуі мүмкін. Сондықтан да excuse me, кешіріңіз деп өзіңіздің назарыңызды аудартуыңыз керек. Әрине, әркімнен таныса алмадым. Excuse me, біз таныса аламыз ба, иә? Деп сұрайсыз. Сол секілді. Ал ендеше self-presentation қысқаша жазылымнан бастайық. Ол жерде мен self-presentation about me, яғни өзім туралы қысқаша self-presentation, өзімді таныстыру туралы қысқаша жазған болатын. Ол жерде мен кейіпкер ретінде Люси деген қызды алдым. Ал ендеше менің оқуымды рұқсат етіңіздер. Hello, my name is Lucy. I'm 20 years old. I study at the school, so I have got a real family. I have got hobbies. They are reading books, listening music, painting, and etc. My favorite food is pasta. Also, my favorite film is Harry Potter. Аудармасын айтайын. Сәлем, менің атым Люси. Мен 12 жастамын. Мен мектепте оқимын, мектеп оқушысымын, типа школьница. So деген как будто бір и дегендей сіз ағылшын тілінде сөйлемдердің ортасына сөйлем байланыстырушы ретінде ала аласыз. I have got a little family. Менің кішігірім отбасым бар, яғни мен кішігірім отбасында өмір сүремін деген мағынаны білдіреді. I have got hobbies. Менде хоббилар өте көп. They are reading books, listening music, painting. Олар кітап оқу, өлең тыңдау, сонымен қатар сурет салу, drawing десеңіздер де болады. Отырғызу, яғни гүл отырғызу десеңіздер де болады. Әртүрлі өзіңіздің жақсы көретін ісіңізді айтасыз. Бірақ есіңізде болсын, сіз хоббиіңізді айтатын кезде міндетті түрде сол етістікке ing жалғайсыз. Өйткені біз хоббиімізді таныстырып жатқанда әрдайым ing жалғап айтатын боламыз. My favorite food is pasta. Менің сүйікті тамағым паста. Favorite деген сүйікті. Also, сонымен қатар also деген мағынаны білдіреді. My favorite film is Harry Potter. Менің ең сүйікті фильмім, кино, сериал десек те болады, ол Harry Potter. Бүгінгі сабақта актуальный темаларды қозғадым деген ойдамын. Ең бастысы, қандай бір ағылшын тілін сөйлеп жатқан кезде қателік жіберуден қорықпаңыз. Өйткені тіпті өзіңіздің осындай ағылшын тілінде сөйлеу speaking time, яғни өзіңіздің сөйлеу дағдыңызды көбейту үшін сізге кеңес айтайын. Айнаның алдына барыңыз, өзіңіз туралы айтыңыз, ішіңіздегі бар білетініңізді, миыңызда бар білетініңізді айтып, сол арқылы күнделікті өзіңізге кішігірім болсын, 5 сөз болсын, 4 сөз болсын қосып, әрі сөздік жаттап, әрі өзіңіздің сөйлеу дағдыңызды жақсартасыз. Бүгінгі тақырып өте түсінікті деген ойдамын, және де өте пайдалы болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыз.